Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Алдар Көсей мен Шық берме Шығайбай ертегісін айтып беремін. Ертеде ешкі жүні келтеде бір Шық берме Шығайбай деген бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты. Шық берме Шығайбай үйіне ешкімді кіргізбейді екен. Кіргізсе дәм бермейді. Оның үйіне кірген адамды шай деп қуып жібереді екен. Сондықтан барлығы оны Шық берме Шығайбай деп атап кетіпті. Сөйтіп Алдар Көсей Шық берме Шығайбайдың ісін естиді. Сөйтіп Алдар Көсей енді Шық берме Шығайбайдың үйінен дәм татпасам, Алдар атым өшсін дейді. Сөйтіп Алдар Көсей жолға шығады. Бірнеше күн, бірнеше түн жүреді. Ол Шық берме Шығайбайдың киіз үйін табады. Ол киіз үйден алыстау жерге атын қояды. Ең бірінші Алдар Көсей оларды не істеп жатқанын көріп алайын деп, киіз үйдің тесігінен көреді. Сөйтсе, бай қазы турап отыр екен. Бәйбішесі нан илеп отыр екен, ал тоқалы бас ütіп отыр екен. Қызы болса тырнағының жүнін жұлып отыр екен. Сөйтіп кеш жарық деп Алдар Көсей кіреді. Сол кезде олар да жылдам екен. Бәрін артына тығып қояды. Сөйтіп бай айтады: кеш жарық, Алдар Көсей, неге келдің дейді. Сөйтіп Алдар Көсей айтады: жолда келе жатсам алдымнан бір жылан шықты. Ол жылан сенің артыңдағы қазы сияқты дейді. Мен оны бәйбішенің артындағы қамыр сияқты таспен ұрып жібердім дейді. Егер бұл айтқан сөзім өтірік болса, қызыңның артындағы тырнаның жүні сияқты мұртымды жұлып ал дейді. Сөйтіп бай айтады бәйбішеге: етіңді аса бер дейді. Сөйтіп ол ет асады. Бай етті Алдар Көсейге бергісі келмей, бәйбішеге айтады: тұр, төсек сал, ұйықтайық дейді. Сөйтіп бәрі ұйықтайды. Алдар Көсей бәрі ұйықтағаннан кейін жаймен тұрады және етті сүзіп алады. Сосын оның орнына байдың ескі етігін турап салып қояды. Сөйтіп Алдар Көсей өтірік ұйықтайды. Сол кезде бай тұрып бәйбішеге: тұр, етіңді сүз. Мынау ұйықтап жатқан кезде тамағымызды жеп алайық дейді. Сөйтіп олар тұрады. Қараңғыда бәйбішесі етті сүзіп алады. Бай болса оны әрең турайды. Сөйтіп оны аузына салып қалса, етті шайнамай қойып, ол тамағына тұрып қалады. Бәйбішеден май сұрайды. Сөйтіп ол бәйбішеге ұрсады: не, етің шандыр болып кеткен ба деп. Сөйтіп олар Алдар Көсейдің қулығы үшін аш жатыпты. Егер де балалар бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.